Жолбарысқа айналған қадірлі ұл. Баяғы заманда бір аймақта хайуан деген адам өмір сүріпті. Сөйлеуде үлкен қызметте патша сарайындағы белделді жұмысын тастап анасының жанында ауылда тұрады. Кәрі шешесін бағанында күнезінде балық аулап түнде кітап оқиды. Қызметтен кейін жаны тыныштық тауып тіршілік етіп жатады. Ол елге танымал жігіт еді. Оның бәрі біледі. Күндердің күнінде аяқ астынан анасы ауырғаншылығында қандай ауру екенін белгісіз анасына жақсы дәрінің бәрін берсе де ем қонбаған бір күні жігіт сол маңдағы атақты емшіге барып сұрайды. Емші оған бір жолы бар, бірақ ол жігіт қауіпті болса да істейді деп өтінеді. Емші сары түсті ителердің мың бауырын тауып жегізуің керек. Сиқырлы дейді. Мұны естіген жігіт ойланып қалады. Ол сары түсті иттің мың бауырына тауып өте қиын екінші түсінеді. 10 бас болса бір сәрі 10 бас иттің бауырын қайдан алады? Күндердің күні хайуан бір амалын тауып, бірақ табылған амалын өте қауіпті еді. Оған қарамастан сол амалды қолданып кіріседі. Адам кейпінде басқа аңның түріне ену жолын табады. Ол туралы жазылған кітапта татырып алса жолбарысқа айналады екен. Жолбарысқа айналған соң бір түнде 1000 шақырым жер жортуға болады екен. Сиқырлы өнерді күшімен жігіт жолбарысқа айналып сары түсті ұстап келіп болады. 2 күн өтті. Сары иттің біреуі хайуанды ауылында тінілекті өліп жатыр. Оны хайуан ұстап әкеледі. Өз жасаса да басқаларға сезінбейді. Елге сездірмек бәрін жеңетін шынында мен еңбек деп қояды. Ішінде жолбарыс иттің біреуін әкеліп тастауға ғой деп өтірік сөйлейді. Өзінің ұстап иттің бауырын алып анасына жеткізіп алғанша аздап әсіресе болады. Сол бетті өсті. 1 жыл өтті. Одан кейін де тағы 1 жыл өтті. Сары иттің бауырын шегіні анасының сырқаты жазыла бастайды. Хайуан қауынышы жасады алмадан, бірақ анасы мен әйелі алдында жолбарыс болып ауылдың сары итін ұстап әкеліп ұрлық қылып анасының жегізу дұрыс емес деп ойлана бастады. Соның кезде ол ой оның жиі мазалатын болды. Әйелі қарсы. Соның кезде күйеуі көп өзгеріс бар. Балық аулап, кітап оқып уақыт өткізеді. Жақсы көретін күйеуі түн болса сыртқа кетіп, таң атты қайтып келеді. Түске дейін ес-түссіз ұйықтайды. Әйелінің осымен кезек алады. Ол ішінен мынаған бірдеңе болған анық. 3 жыл бойы түн бойы шолғып кетіп жүрді. Мынаның қылығы күмәнді деп оны аңдиды. Кеш батты.
Жігіт әйелі бірінші сезіп қоя ма, екінші деп күдіктеніп, күндіз ұйықтасын қандай қанып, қаз қараған соң сыртқа шығып, ол сыртқа шыққан кезде әйелі ағаштың артынан тығылады. Оның әрі бір әрекетін алыстан бақылап тұрады. Күйеуі тас қақпан жанынан жерде сиқырлы өнерлі туалып кітап алып оқиды. Кенет үлкен тарғыл жолбарысқа болып шыға келеді. Оның көзімен көріп тұрған әйелі айтпақ танауын ауылда өліп жатты. Сары итті мына күйеу іс екен ғой деп ойлаған. Бәрі көзін көріп күйеуінің әрекетін қорқа басады. Әрі ойланған бері ойланады. Ақыры күйеуін тығып қойған кітаптың отқа жағу керек деген байлап жасатын. Таң атқан кезде ауылдан қанық еткен бір дауыс шығады. Әдеттен ауылға бір сары ит өліп жатыр. 999 иттен кейін мұны әкелген мыңнаншы сары ит болатын. Жолбарыс жігіт барсам деп алып қайып алған кейінше айналасында кітап тағушы тұрған тас қақпаға қарай жүреді. Кітапты әрі іздейді, бері іздейді, таппады. Кітап кім алған білмейді, қойған орнында жоқ, өйткені оны әйелі алып жағына жібереді. Енді сол уақытта ол адамша емес жолбарыстың даусын айқайлап жібереді. Ол адам кейпінде айналатын. Кітапты адам бола алмайды. Енді мен адам бола алмаймын деп хайуаншы отқа жанған кітапты күлгін жатқан әйелінің бет орамалын тауып алады. Оны көрген соң көз жасын төгіп қатты жылайды. Ол ақыры түнде шығып бәрін бүлдірген әйелін жек көріп кетеді. Мен адам қалпында келтіріп деп қанша айқайласа да оны ешкім түсінбейді. Оны жер астында ащы даусын адамдардың даусы емес, жолбарыстың даусын болып шығады. Хайуан бол, менімен тағдыр бол, соңғы иттің бір бауырының анама беретін. Ол да жазылып, мен де адам болар едім. Оны білген әйелім сиқырлы туралы кітап жасырып құртты. Бұдан әрі жолбарыс болып өмір сүруден басқа амалым жоқ, деп аңшы сөйлейді. Жолбарысқа айналған жігіт содан рет анасы мен әйелін көріп табуға кетіп болады. Сөйтіп үйіне келсе, анасы қайтыс болыпты. Енесі қайтыс болып, кәрі әйелі де қайтыс болыпты. Ауыл адамдары үйге келіп жолбарысқа көріп таң қалады. Олар ауру ана мен жігіттің әйелі жолбарыс өлтіріп тастапты деп ойлап, қолдарына таяқ пен қару алып оны қуалайды. Барыстың кездесіп, жолбарыс адамға тиіседі деп еді. Бір ауыл адамы аңшыға шақырып, оған ор қазып өлтірмек болып алушы жолбарыс болса ойлап, өзінің өзін қорғау үшін айбатты шегіп, адамға шабылып, осылай шығарады. Сезмеген мен сізге менсіздік
қауіпсіздік жолбарыс аңшы мен қазылған ауыр аңды-санды жолбарыс жазып тұрады. Сөйткен саяқ теріп тастап күннің ғаріп ашқан кезде жолбарыс кетіп бара жатқан жолбарыс шабылады, айбалады. Қанша хайуан айналады да туған ауылын аңсайды.